Қайырлы күн Ерболдың оқырмандары, бізде Балжан ханым сабақта. Енді мына жерде біз қазір бір бағыттық жолда тұрмыз, желтоқсан деген. Мен сұрақ қойып жатырмын. Бір бағыттық жолда артқа қарай, кері қарай айналып, бұрылып жүруге болады ма деп. Болмайды. Өйткені артқа қарай жүрсеңіз, ол қарама-қарсы бетке жүрген болып саналады екен. Ол бізде лишение прав болады екен. Егерде полиция қызметкерлері ұстайтын болса, жол жүру куәлігіңізден айырылып қалуыңыз әбден мүмкін екен. Сол себептен мысалға біз мына үйде тұратын болсақ, бұл үйде өтіп кетсеңіз, мына заездіңізді, кіретін жағыңызды, қалай артқа барасыз, Балжан? Сұрақ. Артқа жүруге болмайды. Жоқ, айналмайсыз. Несі бар? Басқа жақта жолдан кіретін жолы бар оның. Сендім, бірақ біз былай жасаймыз. R-ға саламыз. R-ға саламыз, реверс. Салдыңыз ба? Осылай артқа жүруге болады екен. Жүреміз артқа қарай. Жүріңіз. Жүре беріңіз. Болды осылай. Мен осылай артқа жүруге болады.